Мәдиналық ансарлық сахабаларда кезіп жүрсе, Осайрым Амр ибн Сәбит деген кісі жатыр. Осайрым деген бұл өзі жалғыз-ақ адам бар сахабалардың ішінде. Ешқандай намаз оқымай прямой жәннатқа кіріп кеткен. Намаз оқымай жәннатқа кіріп кеткен жалғыз-ақ адам бар. Осы Осайрым осы. Бұл осы уақытқа дейін мүшрик болып кеткен. Хижреттің 300 жылына дейін Ухуд шайқасы басталатын күнге дейін ең соңғы сәтке дейін мүшрик болған бұл. Ең соңғы сәтке дейін. Өткен сабақтарда да айтқан бұны. Неге мүшрик болған? Неге дін бұның қауымдағы бүкіл адам исламды қабылдағанда бір өзі алып қалған ғой. Сөйтсе бұл жарықтық процентпен айналысады екен. Дүние деген тәтті ғой. Жібермейді анау. Исламды қабылдаса не істеу керек? Процент тастау керек қана. Өсімге айналыспау керек. Біздің ауылда бір бауырларды тастап жұмыстарын адалынан кәсіп істеп жатыр, машалла. Алла береке берсін. Сонда жаңа кісі сол процентті тастағанда қолын бір сілтегенде Алланың елшісімен бірге соқсам деп Ухуд шайқасына келген ғой. Таудың жанында пайғамбар шатырына келіп Алланың елшісіне сол жерден іздеген. Алланың елшісі, мен бүгін исламды қабылдауға келдім дейді. Мен бүгін исламды қабылдауға, сені қорғау үшін соғысуға, сенің дінің үшін соғысуға келдім дейді. Пайғамбар саллаллаху исламды уақыт жоқ ана жерде отырып әңгімелесетін. Исламды қабылдады да шайқасқа кіріп кетеді. Сол Осайр мына шайқасып жүріп сол жерден істеген ең қатты жарақатқа жолыққандардың бірі осы екен. Бұл да соңғы демдерін алып жатыр екен. Жаңа өзінің ауылының жігіттері ғой енді. Бәрі бір-бірін таниды ғой. Осайрым, сен не істемейсің дейді, ана өлейін деп жатқан адам ғой. Сен қаяққа қарап соғысып жүрсің дейді да. Мүшриктерге емессің, бізге емес. Жоқ, мен мұсылмандармен, сендермен бірге соғыстым дейді, Алланың елшісін қорғауға дейді. Қой, сен не істеп жүрсің сонда? Сол біздің руымызға бала соғысып жүрсің ба дейді. Жоқ, мен бүгін исламды қабылдағанмын дейді. Бүгін Алла елшісінің жанында исламды қабылдағанмын дейді. Және мен оған берген сертімде бекем тұрдым дейді, Осайрым айтады. Сөйтеді де Осайрым радиаллаху анху сол жердегі соңғы сөздерін айтып, мен Аллаға және оның елшісіне иман келтірдім деп, қарасай бақытты адам. Мен Аллаға ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мұхаммад расул деген сөз ғой. Мен Аллаға және оның елшісіне иман келтірдім деді де соңғы демін алып өтіп кетті Осайрым. Ансарлық сахабалар жүгірді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға. Өтірік айтты ма, шын айтты ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға барып айтып еді, Алланың елшісі, ана Осайрым Амр ибн Сәбит осылай деді, жаңа соғыстың ішінен тауып алдық. Ол шынымен де бүгін исламды қабылдаған еді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Ол жәннаттықтардың бірі дейді, анан қара. Ол жәннаттықтардың бірі дейді. Абу Хурайра радиаллаху анхудан табиғиндар, сахабалар отырып жиналып сұрайды ғой, Абу Хурайра, осы намаз оқымай жәннатқа кірген адам бар ма деп ше? Сонда Осайрым бар деп айтады екен. Намаз оқымай исламды қабылдап жарты күннің ішінде дүниеден өтіп кеткен болды. Таң намазы мен бес намазының ортасында намаз оқитын уақыт жоқ қой. Таң намаздан кейін келіп исламды қабылдаған, песім болам дегенше дүниеден өтіп кеткен жаңа кісі. Намаз оқи алмай қалғанда. Міне сондай бір бақытты Аллах Тағала бір керемет нәсіп еткен да оған бір. Қараңыз, Осайрым бар ғой. Осы бір-ақ амал істегені, бір-ақ амал. Келгенде исламды қабылдап соғысып кеткен. Бірақ бұл кісі 1000 жыл болды, 1400 жыл болды. Әлі айтылып келе жатыр ғой мына кісінің өмірбаяны. Маған дейін қаншама адамдар айтқан бұны, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өмірбаянын айтқан. Менен кейін қаншама адамдар әлі бұны ғибрат қылып айтады ертең, Құдай қаласа. Сол Осайрым радиаллаху анху осындай шахидтік өлім нәсіп етті Аллах Тағала Құранда шахидтерді өлді демеңдер, олар Алланың құзырында, олар тірі дейді. Анау жәннатқа айтады ғой, хадистерде келеді, жәннаттағы құстардың жемсауының тұсындағы ұлпасында болады дейді жаңағы кімдер, шахидтер. Бұларға берілетін мәртебе өте жоғары енді. Пайғамбарлардан кейінгі екінші мәртебеде тұратын бұл кімдер? Осындай міне шахидтер екен. Аллах Тағала шахидтіктерін қабыл